жігіттер кішігірім бір оқушыдан бірінші дәлел 6,5 келі саны шығып келі саны біз жаңа тақырыбымызды ашамыз. Ортақ бөлімі 24 сан болатын сандар. Ортақ бөлімі 24. Саяқ не қойшы? 6 мен 5. Бүгінгі күнмен дәптеріңізге жазыңыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлу. Сабағымыздың мақсаты жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлуді орындау. Осы есепті сіздерге мына жерде Spinwheel программасымен қай оқушының аты шығады, сол оқушы барып бірінші есепті шығарады. Екінші есепті тағы осылай істей отырамыз, жарай ма? Қалғандарыңыз дәптерге шығарасыздар. Бірінші есепті әлі шығарады тақырып. Орындарыңыздан шығарыңыздар. Бағалап отырасыздар, дұрыс. Келесі. Есептеріміз дұрыс болса, бал беріп отырасыздар өздеріңізге, жарай ма? Апай, мені. 2 бал. Апай, мені. Бар, ордан дұрысыздар. 2 балдан берейін. Асықты соңында санаймыз. Дұрыс. Сіздер бұна қоянда есептер бар. Осы есептерді шығарасыздар, сәбізде жауаптары бар. Осы жауаптарды бұлай, яғни әр қоянға бір-бір сәбізден бересіздер. Мұнда есептер жазылған, қатар-қатар пирамидасын құрастырып шығасыздар, есеп, жауап, есеп, жауап. Жауаптарды жазып шығасыздар. Түсінді ғой, жарайсыңдар. Өте белсенді жұмыс жасағандықтарыңыз үшін сіздерге керемет білім шамын сыйлағым келіп тұр, керемет жақсы. Топтық жұмыстарымыз күшті болды. Енді қараңыздар, бізде осы білім шамымызда жұптарымызбен жұп-жұп көп орындайсыз бұл жерде, артында мынау біздің білім шамымыз, яғни осының артында есептер берілген, бірге орындайсыздар. Көршіңізбен бірге орындайсыздар, жарай ма?
dürüst. Üçüncü eseptin cevabı dürüst. Dördüncü eseptin cevabı 5'ten 12. Жақсы, дұрыс, жарайсыздар. Енді сіздерде осы сабақты қорытындылау мақсатында сіздерде Zipcard платформасы арқылы мынандай тесттер беріледі. Осыны белгілейсіздер. Тест сұрақтар мынада, осы тест сұрақтар бірінші есептеп аласыздар. Бірінші сұрақтың жауабы А болса, А-ны дөңгелектеп белгілейміз. Яғни екінші сұрақтың жауабы Б болса, Б-ны дөңгелектеп белгілейміз. Сол арқылы, яғни телефонмен қазір тексереміз. Жарай ма? Сіздерге есептеріңіз бірінші шығарыңыздар. Сосын әрқайсыларыңыз аты жөндеріңізді жазып қойыңыздар. Жарай ма? Дәптерге шығарып алып, мынаған белгілей саласыздар соңында. Осы есептер жауаптар арқылы өздеріңізде аттарыңызды жазасыздар, белгілейсіздер. Қай жауап дұрыс, соны белгілейсіздер. Жарай ма? Жүз пайыз 2 балл, яғни мына жерде сізде Әли, Дүйсенбай Әли 4 есептің 4-еуін толық шығарғаныңыз үшін 100% алдыңыз, 2 балл. Келесі. Алихан, 4 есептің 3-еуі дұрыс, 1 есебіңіз қате, сізде 75%. 1,5 балл. Жақсы. Сая 4 есептің 3-еуі дұрыс, 1-еуісі қате. Сізде 75% шықты. Бұл деген 1,5 балл. Дос. Сізде 4 есептің 4-еуісі де дұрыс. Яғни 100% алдыңыз, 2 балды толық жинап тұрсыз, Жақсы. Жарайсың. 4 есептің 3-еуін дұрыс шығардыңыз, сізде 75% жинап тұрсыз, ол 1,5 балды алдыңыз. Қазір. Саян, 4 есептің 3-еуін дұрыс шығарған, 1 есебіңіз дұрыс емес, яғни 75%. 1,5 балл алдыңыз. Қазір. Олжан 4 есебіңізде тура, яғни 100% алдыңыз, бұл деген 2 балл толық. Айша, атыңызды жазыңыз. Дәулет, сізде 4 есебіңіз толық, 100% алдыңыз, ол дегеніміз 2 балды толық жинадыңыз денсіз. Айша, толық 4 есепті дұрыс шығарғасыз, ол деген 2 балл. Санаңыздар және соңғы тапсырмаларыңыздың балын қосыңыздар. Әлі қанша балл жинады? 10 балл ма? Яғни бізде жылқы жылы болғандықтан істейміз, жылқыны әлі 10 балл финишқа жетті дегенсіз, Апайман. Так. Сая, сіздер қанша балл? Так, Алихан. 2 балл қосың ба? Так, Ұлжан, сіздер қанша балл жинады? 7 балл. Астарыңызды солай шешіп шығарыз. 8 балл. Сізде қанша балл? 8 балл? Сесінде неше балл болды? 7 балл. Сая, сізде қанша балл? 7,8 балл, Көрдіңіздер ғой, өздеріңіздің есеп шығару деңгейлеріңіз бар, Сезім сізде 5 ма? Алға жаңа, 7. Жақсы, қай жерде кемедеріңіз көрдіңіздер ғой, Енді отырғызын берем, осы арқылы сіздерде мына жерде қай сөз түседі, сол сөзге байланысты, сабаққа байланысты қорытындыларыңызды айтсаңыздар, бір оқушыдан сөйлесеңіздер.
сабақта мақтан келетін сыныптасым. Дос. Дос мақтан келеді, иә? Саған? Мен бүгін А? Сенімді болды сабақта, иә? Жақсы. Келесі. Сіздерден ата дәулет лақтырып айтады. Қой, мен бүгін өзіме Не алдың сабақта? Не ұнады? тапсырма алдық ма? Соңындағы тест тапсырмасы ұнады, иә? Келесі Айша айта ғой. Мен бүгінгі сабақта мақтағым келетін сыныптасым. Болжан, иә? Келесі. Тағы. Мен бүгін сабақта нені білдіңіз? Қай не ұнады? Мына білім шамына осы тапсырма қызықты болды сіз үшін, иә? Я сіз үшін бүгін сабақта не ұнады? Тест тапсырмасы ұнады, иә? Жақсы, рахмет оқушылар. Я өз балдарыңызды білдім. Сау болыңыздар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.